Мен Шымкент қаласындағы 18-ші мөлтек ауданның тұрғыны Исаева Азиза Омарбекқызы. Біздің 18-ші мөлтек аудан Еңбекші ауданына қарайтын өте тұрғындары жиі шоғырланған алапқа жатамыз. Біздегі басты мақсатымыз әрі діттеген межеміз көршілер арасындағы, халықтың арасындағы ынтымақтастық, татулық, бірлік. Әрине, бұндай межелі міндетті жүзеге асыру жолында құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің де қосатын үлесі орасан деп айтқым келеді. Бұл орайда атап айтатын біздің 41-ші полиция учаскелік қызметкерлері. Ылғи қандай жағдай болмасын, олар жанымыздан табылып, бізге жиі байланысқа шығып, жалпы қандай келеңсіз оқиғалар болып жатыр, немесе солардың алдын алу жолында бізбен тығыз байланысқа шығып қызмет атқарады. Әр мемлекеттің, әр азаматының тыныштығы мен оның құқығының қорғалуы әрине құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қолында деп айтар едім. Одан кейін тұрғындардың өзіне де көп нәрсе байланысты. Сол екі жақты, екі тарапты байланыстырып отырған осы 41-ші учаскелік қызметкерлерге алғысымыз шексіз. Мен өз басымдан ризамын. Қай кезде болмасын біз ол кісілерге жүгіне аламыз, сенім артамыз, себебі жұмыстарына адал берілген азаматтар деп ойлаймын. Сондықтан да бірлігіміз артып, татулығымыз иншалла нығая берсін дегім келеді.